Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Өлді деуге болама айтыңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған деп, ақын Абай құды өзі туралы айтып кеткенде, өз заманы ғана емес, күллі әлемде өмір бойы өзекті болатын тақырыптарды көтерген аяулы ақынның асыл мұрасы халқына ғана емес, төрткүл дүниеге де белгілі. Бұлдыр-бұлдыр алыстап кеткен 19 ғасырда қайран қазағын түнектен қайтып алып шықсам деп, жүрегі қарс айырылған Абайдың асыл арманына қалың елі қазағы қол жеткізді. Азат қазақтың ұрпағы, халқымыздың қасиетті құндылықтарымен және арда бабаларының рухымен қайта қауышуда. Солардың бірегейі Данышпан Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы. Осынау той қарсаңында Абай деп шабыттанбайтын қазақ болмайтын шығар. Бұл орайда әсіресе өнер иелерінің, солардың ішінде қылқалам шеберлерінің шығармашылығының жөні бөлек. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы бейнелеу өнеріндегі Абай бейнесі. Сабақтың мақсаты білім алушыларға мамандық бойынша бейнелеу өнеріндегі ақын бейнесінен мәлімет беру. Келесі бейнелеу өнері шығармаларындағы ақын образын тәрбиелік мәнін ашу және жүректеріне көркем ізгілік қалыптастыру. Абай туралы қылқалам тербемеген суретші жоқ шығар. Алайда ақынның бейнесін сомдап, шығармашылығын суретіне арқау ету кез келген суретшінің қолынан келе бермейді. Оның бір себебі Абай фотосуреттерінің некен саяқ болуы. Солардың бірі әуесқой суретші Лобановскийдің 1887 жылы ақын бейнесін жүзбе-жүз отырып салған суреті. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Лобановскийдің натурадан қарындашпен салған жалғыз суреті Семейдің Абай музейі қорында сақтаулы тұр. Бұл кезде Абай 42 жаста болған. Абай көзі тірісінде фотосуретке 2 рет түскен. Келешекте архивтерден тағы басқа суреттердің табылуы әбден ықтимал. Бірінші, Абай балалары Ақылбай мен Төреғұлмен бірге 1896 жылы Семей қаласы. Екінші суретінде Абай отбасымен 1903 жылы. Фотосуреттің түп нұсқасы Семей қаласындағы Абай музейінде сақтаулы. Бұл суретті 1940 жылы Мұхтар Әуезовтің өзі сыйға берген. Әрине, Абай образын жасау, оның тұңғиық жанына үңілу өте күрделі дүние. Кәсіби суретшілердің ішінде Абай портретін алғаш салған суретші Крутильников 1926-27 жылдары Абай өлеңін жазу үстінде атты портретін кенепке майлы бояумен салған. Қазақстан бейнелеу өнерінде Абай образына қатысты еңбектер жоқ деп айта алмаймыз. Данышпан Абайдың образын жасауға бір қатар әйгілі суретшілер мен мүсіншілер үлес қосқан. Мысалы, Урманшы, Сидоркин, Қастеев, Леонтьев, Тележанов, Ғалымбаева, Каметов, Наурызбаев және тағы басқалары. Акымжан Наурызбаев Қазақстанның халық суретшісі, мүсіншісі, Алматы қаласындағы Абай ескерткішінің авторы. Осы ескерткіш Абай образын мейлінше анық көрсететін құнды тұлға. Оның құндылығы мүсіншінің кең зерттеу тәжірибесінде жатыр. Мүсінші ақынның ескерткісін жасау барысында Әуезовтің кеңесі бойынша Абай елі Шыңғыстауға барып, ұлы ақынның жерлестері мен туыс жамағатымен жақын танысып, олардың мінез-құлқын, бет әлпеттерін, кескіндерін зерттеп, бейнелі мол мағлұмат алған. Суретші Наурызбаев көп ізденістердің мұқият зерттеулердің арқасында және кемеңгер жазушы Әуезовтың ескертпелері мен кеңестерін басшылыққа алуының негізінде әйгілі монументті ескерткішті жасап шығарған. Бұл қажымас еңбектің, шеберліктің көркем нәтижесі әрі шындығы.
Семей қаласының орталығында белгілі мүсінші Элбакидзе сомдаған монументті Абай ескерткіші бар. Бұл ескерткіш 1972 жылы салтанатты түрде ашылды. Абайдың образын өте ұтымды әрі шынайы сомдалған. Бұл Абай образын бейнелеудегі бірегей ескерткіштердің бірі деп айта аламыз. Әбілхан Қастеев қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретшісі, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Киіз үйдің жанындағы Абай атты кескіндемелік туындысын 1938 жылы акварель техникасында орындалған тұңғыш туындысы. Кескіндемелік жұмыстарының басым көпшілігі акварель техникасында орындалып, қарапайымдылығымен, тазалығымен, авторлық көзқарастың айқындылығымен ерекшеленеді. Ұлы ақынды қазақтың кең байтақ табиғатының аясында бейнеленген Қастеев қоршаған орта мен қазақ даласының кеңдігі арқылы ұлы ақын образын ашудың алғашқы қадамдарын жасайды. Нулы орманды табиғат аясында ақ отау орналасқан. Киіз үйдің алдында кішкене ғана дөңгелек жер үстелде бірнеше кітаптармен және жұмыс үстінде ойға шомған Абай бейнеленген. Ақын жайғасқан киіз үйдің сол жағында биік таулар мен қалың нулыра қарағайды көреміз. Оның етегінде сылдырап аққан бұлақ ағып жатыр. Суретші бұлақ суының мөлдірлігін Абай жанының тазалығы мен салыстыра келе адалдықтың белгісі ретінде су астындағы жылдыраған тастарды барынша анық бейнелейді. Биік тау суретшінің ойы бойынша Абай даналығының, ұлылығының, даралығының белгісі болса, тау етегінде жайлаған нулы қалың орман Абай күрескен қараңғылықтың нышаны іспеттес. Дегенмен Қастеев осы орманды Абайға қарсы шыққан надан орта, бай шонжарлар секілді сұрықсыз бейнелеуді мақсат етпеді. Ол қаншалықты Абайға тосқауыл болғанмен, ақын надандықтың құрбаны болған. Халқын соншалықты жақсы көрді. Халқының болашағы үшін бүкіл ғұмырын сарп етіп, жанын құрбан етті деді. Тау етегін жайлаған мөлдір бұлақты Қастеев ақынның жанын тазалығымен салыстыратын жөні бар. Өйткені мөлдір бұлақ тау тасты жарып шыққандықтан жаңа бір тіршілік бастамасы, өмір жалғасы. Абай болашаққа деген үміт отын сыйлап, ілім мен білімге негізделген жаңа өмір бастамасына жол ашты. Алайда жылғалап аққан бұлақ жиектері шомбал тастармен жиектеліп су арнасына төселген. Бұл да өз заманында ақынға кедергі болған топтың бейнесін аңғартса керек. Туындыда Абай жан-жағына болып жатқан оқиғаларды сараптаушы, бақылаушы және композицияның негізгі идеялық күші ретінде көрініс табады. Табиғат қоршаған орта Абай бейнесімен бағындырылған. Келесі Абай образын ашуда суретші енді ақынның шабыт шалқарындағы жастық шағының толық тұлғалық портретін жасау арқылы көркемдік шешім табу жолдарын қарастырады. Мойын тіктеп, қолына ұстаған кітабын оқу барысында алған әсерінен әлі арыла алмаған жас ақынды болашақтағы үлкен шығармалардың жоспарын арқаландырып тұрғандай. Оның әсерін қолына ұстап тұрған күйі көзін алысқа қадап, терең ойға кеткен тұрысынан байқаймыз. Маңдайы кем, қабағын сәл түйіп, ой торлаған көз жанары мен керіле біткен қастары жас ақын тұлғасына ерекше сымбаттылық пен кербездік береді. Орта бойлы ақ құба келген медресе оқушысының жүзінен болашақтың өз таңдауына деген айқындылық пен сенімділік, білуге, тануға деген құштарлық сезіледі. Орта бойына шақтап қана тігілген ашық жасыл түсті шапанның жағасы бағалы терісден тігілген. Бұл Абайдың ақсүйек отбасынан шыққанын дәлелдей түседі. Тік жағалы жейдесі ақынның орыс ілімінен хабар бар білімпаздығын айғақтайды. Әдетте мұндай киімдерді Абай заманында медресе шәкірттері ғана киген. Басына киген шағын қара тақиясы да осы медресе киімінің үлгісі болса керек.
Қара түс Абайдың жас болса да сабырлы да салмақты бейнесін барынша аша түседі. Сонымен қатар қара түс Абай өміріндегі жақсы мен жаманның, ақ пен қараның, білім мен надандықтың арасындағы мәңгілік күрестің белгісі. Абай бейнесін салғандар көп болғанымен, шығармашылығының желісі бойынша сурет салған суретшілер саусақ пен санарлық. Солардың бірі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Исатай Исабаевтың Мұхтар Әуезов Абай жолы атты графикалық жұмысын ерекше өнер туындысы деуге болады. Сонда несімен ерекше, ендеше зерделеп көрейік. Композицияның қақ ортасында көрбеп жатқан тау қазақтың ақ шаңқан киіз үйі және Абайдың кітабын көкірегіне басқан Мұхтар Әуезовтің бейнесін көреміз. Ал жазушының жан жағында Абай жолы романдағы кейіпкерлер бейнеленген. Мысалы, сол жағында Құнанбайдың асқақ тұлғасы, жиынға жиналған жұртшылық және Қодар мен Қамқаның суретін салынған. Композицияның келесі бөлігінде жас Абайдың өміріндегі кейбір сәттер бейнеленген. Сол жақтағы төменгі бұрышында бозбала Абайға әжесі Зере бата беруде. Ал оң жақтың төменгі тұсында ақын Абай шәкірттеріне өлең оқып тұр және ақынның жер үстел басында шабыттана өлең жазып отырғанын көруге болады. Міне, Абай жолы романындағы оқиғаларды суретші қылқалам арқылы осылайша бір ғана топтама көріністе асқан шеберлікпен жеткізе білген. Суретші суретті салғанда Абай мен оның замандастарының бейнесін нақты жеткізуді көздемеген. Мейлінше ақын өмір сүрген ғасырдағы тірлік тынысын және тарихи оқиғаларды оқырманның көз алдына әкелуге талпынған. Сонымен бірге шығармада түрлі нақыштар, ою-өрнектерді де сәтті және орынды қолданған. Бұл суретшінің ұлттық салт-дәстүрді жетік білетіндігінің бір дәлелі. Абайдың бейнесін Мұхтар Әуезов сөзбен сомдаса, суретші бұл сөздерді терең түйсіне отырып, суретпен нақты жеткізе білген. Міне, сендер де бітіруші топ студенттері дипломдық жұмыс жобаларында Абай бейнесін сомдауды мақсат етіп отырсыңдар. Бүгінгі сабақтан алған мәліметтерің мен мамандық бойынша меңгерген білімдерінің нәтижесінде тамаша шығарманың куәсі боламыз дей келе сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.